Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше жолмен жасалынатын жаппасай тағамын әзірлейтін боламыз. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Алдымен қамыр илейтін ыдысыма салқын суды құйып алдым және оның үстінен бір шай қасық тұзды қосып, тұз ерігенше кішкене араластырдым және үстінен бір жұмыртқаны жарып қосып, жұмыртқаны кішкене осылай араластырып ерітіп аламыз. Одан соң еліктен өткен ұнымызды қосып, қолымызбен қаттылау қамыр илейміз. Қамырды неғұрлым қатты етіп илейтін болсақ, қазір пісу барысында езілмей әдемі түсетін болады. Барлық заттың құрамы мен мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырдым. Менде осындай тығыздықта қамыр илем шықты. Енді бетін жауып, иі қанғанша 15-20 минутқа қоя тұрамын. Осы арада подливін дайындап аламын. Ол үшін қызып тұрған қазаныма кішкене май құйып, майы қыза бастаған кезде үстінен кубиктап туралған етті қосып, етті кішкене қызартып қуырып алдым. Оның үстінен бір бас пиязды 4 бұрышты етіп турап қостым және оны да кішкене араластырып қуырып алдым. Бір сәбізді 4 бұрышты етіп турап, оны да қосып жақсылап қуырып алдым. Соңында 2-3 картопты кубиктеп турап қосып, оны да қуырамыз. Дәміне қарай бір шай қасық тұз қостым және бір ас қасық соя тұздығын қосып жібердім. Және кішкене араластырып, оның үстінен бір шай қасықтай томат пастасын қосып, тағы бір кішкене қуырып, үстінен су құятын боламын. Салмасын жауып тұратындай етіп, осылайша су құямыз. Қазір қайнау барысында өзі тартылып қалатын болады. Осы орайда біздің қамырымыздың иі қанып дайын тұр екен. Алып, оны өзіме ыңғайлы, жаюға ыңғайлы болатындай осындай ұсақ 2 бөлікке бөліп дайындап алдым. Кішкене 5-10 минутқа қоя тұрамын да, одан соң біртіндеп суаламды алып жая бастаймын. Алдымен қолмен осылай жайып үлкейтіп алдым, одан соң оқтаумен жақсылап жайып, үлкен етіп жайып алдым. Біздің жайып жатқан қамырымыз қалың болып қалмау керек, өте жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Осымен қамырымды жайып дайындап алдым. Менде осындай қалыңдықтағы қамыр жайылып шықты. Жайылып тұрған қамырдың үстінен сұйық майды құямын және қолмен жақсылап барлық жеріне тигізіп, осылайша майлап шығамын. Қазір қамырымызды пісіруге ыңғайлы болатындай етіп, дәл видеодағыдай кесіп дайындап аламыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Осы орайда подливіміз пісіп дайын болады. Жаңағы кесіп дайындап қойған қамырларды үстінен осылайша салып шығамыз. Бірінің үстіне бірін сала береміз, өйткені бұл жерде май жағылған болғандықтан қамыр бір-біріне жабыспай әдемі бір келкі болып түсетін болады. Барлығын дерлік осылай салып алдым және қамыры піскенше бетін жауып 5-10 минутқа қалдыра тұрамын. 10 минуттан соң қазанның қақпағын ашып, қамырларды біртіндеп алып, осылайша ыдысыма орналастыра бастаймын. Осы видеодағыдай піскен қамырды біртіндеп алып, 2 бүктеп барлығын дерлік қойып дайындап алдым. Және беткі бөлігіне жаңағы піскен подливімізді құйып, бетіне өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ас көк немесе көк пиязды осылайша сепсеңіздер де болады. Осымен біздің тағамымыз толығымен дайын болып шықты. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.